Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге қаймақ қосылған суфле пирогының рецептін ұсынамын. Бұл пирогқа желатин қосылмайды, бірақ сонда да үлпілдек суфле болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, сары май, салқын болып тұру керек, тоңазытқыштан шыққан сары май, қант, 3 жұмыртқаның сарыуызы, ақуыз бен сарыуызды бөліп алдық, және де шым тұз. Ең алдымен ыдысқа қопсытқышпен ұнды електен өткізіп саламыз. Оның үстіне салқын сары май саламыз. Сары май тоңазытқыштан шыққан, сондай салқын күйінде болу керек. Осылай көбіктерге турап қойыңыз. Одан соң қолыңызбен алып, осылай үгітеміз. Егер қолыңызбен үгіту ұзақ болса, миксермен де осылай араластырсаңыз жақсы үгітіледі. Одан соң қант саламыз. Шым тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксер міндетті емес, қолмен де араластыруға болады. Енді 3 жұмыртқаның сарыуызын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қолымызбен біріктіреміз, песочный қамыр шығады. Қамырды әзірше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міндетті түрде целлофанмен бетін жауып қойыңыз. Ал әзірше біз салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге қажет ингредиенттер: қаймақ, және де ол қаймаққа йогурт қоссаңыздар болады. Олардың жалпы салмағы 600 грамм болу керек. Мысалға 200 грамм йогурт, 400 грамм қаймақ қосуға болады. Немесе 600 грамм қаймақ деуге де болады. Өзіңіздің қалауыңызша. 3 жұмыртқаның сарыуызы, қант, крахмал, кукурузный крахмал керек, яғни жүгері крахмалы. Одан соң шым тұз. Осы қаймақ пен йогуртқа крахмал қосамыз, жақсылап араластырып қоямыз. Бөлек құрғақ ыдысқа жұмыртқаның сарыуыздарын саламыз. Шым тұз салып, миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Әрбір минут сайын көбейтіп отырыңыздар, және де қантты аз-аздан салып араластырамыз. Бізде ақуыз әппақ болып көтерілу керек. Осындай күйге енгенше шамамен 5 минуттай араластырдым. Міне жұмсақ, осындай созылмалы болып тұруы тиіс. Қаймақтың үстіне араласқан ақуызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Пирогтың салмасы дайын. Енді форманы шығарамыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Одан да үлкен форманы алсаңыздар болады. Ең алдымен мына қамырды 3/1 бөлігін аламыз. 3/1 бөлігі ол бетіне жабуға қамырды. Ал енді астына үлкендеу бөлігін алып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Оқтаумен де жайып салсаңыздар болады. Маған қолыммен жайған осылай ыңғайлы. Ең бірінші қабатқа жеміс-жидектерді саламыз, бірақ бұл міндетті емес. Егер сіздерде ондай жеміс-жидектер болмаса, еш нәрсе салмасаңыздар да болады. Бұл жай ғана дәм әрі көрік беру үшін. Егер сіздерде банан, алма, тағы да басқа жемістің түрлері болса, соны салсаңыздар да болады. Оның үстіне қаймақты салманы құямыз.
Енді жаңағы қалған қамырдың кішкентай бөлігін алып, қолымызбен кішкентайдан үзіп саламыз. Солай әдемі болып шығады. Бірақ әрине бұл үзіп салу міндетті емес. Егер сіздерде уақыт тығыз болса, қамырды алып оқтаумен жайып, осы пирогтың бетін жаба салсаңыздар да болады. Пирогты қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста шамамен 40 минуттай пісіреміз. Пирог керемет көтеріліп, әдемі болып піседі. Суфле сияқты ортасы да үлпілдек болып тұрады. Пештен шығарған соң кішкене басылуы мүмкін, бірақ бұл ешнәрсе етпейді. Әдемілік ретінде үстіне сахарная пудра салсаңыздар болады. Маған пирогтың дәмі өте қатты ұнады. Басқа пирогтарға ұқсамайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жасауы өте оңай. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Мен қатты қуанып қалам. Және де қандай рецепттерді күтесіздер, комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде сол рецептпен бөлісем. Барыңызға сәттілік, жақсы күн тілеймін. Астарыңыз дәмді болсын. Көп рахмет.